Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгінгі бағдарламамыздың шығарылымында қонақта керемет әнші, елімізге белгілі мәдениет қайраткері Өмірқұл Айниязов ағамыз келіп отыр. Өмірқұл аға, қош келдіңіз Қош студиямызға. көрдік. Көңіл күйіңіз қалай, қалай жеттіңіз? Керемет. Бүгін бағдарламаларыңызға келіп, өздеріңізбен жүздесіп жатқаныма өте қуаныштымын. Көңіл күй жоғары дәрежеде. Барлық Тамаша, сұрақтарға жауап береміз, алла жазса. тамаша. Енді Өмірқұл Айниязов кім? Өзіңізді үш сөзбен сипаттап бере аласыз ба? Енді Өмірқұл Айниязов ең бірінші адам болғысы келеді. Оны енді жан-жақта ағайын біледі деп ойлаймын. Өнер адамымын деп ойлаймын. Бір жерлерде айтқан, өнер адамы болудың да түрлері бар ғой. Иә, Маған айтатын бір үлкен кісі: біз орындаушымыз ғой, сіз әншісіз деп. Сол әнші болуға тырысып жүрген Өмірқұл Айниязов деп ойлаймын. жақсы. Есіміңізді кім қойды? Атам қойған. Мен енді әке деп өстім, папа деп өстім. Әли деген кісі қайтыс болды. Мгм. Иманды болғыр. Сол кісі бүкіл тұқымдағы тек қана мен емес, өзінің балаларының аттарында және өзінің балаларынан туған балаларының да аттарын сол Әли деген атамыз қойған. Ол кісі Ö деген әріпті ерекше жақсы көрген болу керек. М, Үлкен баласы Өтеген, ол менің әкем. Одан кейін Өтепберген, одан кейін Өтеміс. мгм. Осы үш баласынан туған үлкен немересі мені де Өмірқұл деп қойған. Екінші баласынан туған Өтемұрат деген немересін де осы Өден келтіріп. М, Негізгі менің ойымша сол Ö деген әріппен өзінің өмірі Тығыз байланысты. тығыз байланысты болды ма екен. Ö деп балаларының атын да қойған. Сосын малға таңба салған кезде де осы біздің үйдегі жылқылардың, түйелердің таңбаларының бәрі Өден Ө деген әріп, иә? қойылатын. Сол дәстүрді жалғастырып, мен де қазір жылқыларыма Ö деп таңба қоямын. Тамаша. Ал енді балалық шағыңызға саяхат жасайық. Қандай оқушы болдыңыз? Мен енді өте алғыр, қалай айтады, мәдени шараларға атсалысқыш, сондай бір тәртіпті бала болдым негізі. Оның дәлелі көп жерлерде айтам. Мен 6 классымда 90 жылы Мгм. совет балаларының соңғысы болып Қырымға Артекке барғанмын. Ал Артекке тек қана ол кезде беспен және тәртібі Беспен дұрыс оқитын балалар. балалар ғана баратын. Мен сол Артекте барып, сол жақта демалып, бір жағынан оқып, жер көріп, Симферополь, Севастополь, Аюдак тауларын, жаңағы Қырымның жерлерін көріп, сол қыдырып қайтқаным есімде. Сондықтан енді жаман оқушы болған жоқпын, бірақ тентектігіміз де аз болған жоқ. Мгм. Бәріне үлгеретін адам болдық деп ойлаймын, оқушы болдық деп. Одан кейін бір өзімнің не қылатыным, менің оқушы кезімнен бір екі альбом бар. Біздің 4-5 ұл, жаңағы тәртіпті деген 4-5 қыз өзі бірге жүретінбіз. Сол мектептен шыға сала бір түйір жаңағы фотосалон болатын. Соны айналшықтап суретке түсе беретінбіз біз. Мгм. Сол жерде Насыр ма, ұмытпасам, сондай бір ағамыз болған. Сол кісінің мазасын алып, айналшықтап сол жерге суретке түсе беретінбіз, қарызға да түсе беретінбіз, ақшаны Мгм. да беріп түсетінбіз. Сөйтіп мен әдемі бір екі альбом жасаппын. Соған қарағанда да былай бір тиянақты оқушы болдым ғой деп ойлаймын. Мгм. Бала кезде бокспен айналысыпсыз. Сол спорттың сізге бір тиген пайдасы бар ма? Бір енді білмеймін, тойда кейін бір төбелесіп қалған жағдайларда, болмаса бір ерегісіп қалған кезде жігіттік шақта. Енді мен боксты жаңағы басынан аяқ бір нәтиже шығардым деп айта алмаймын. Иә. Бір жылдай ғана біз қатысқанбыз. Сол жерде Темірхан деген ағайымыз болған. Сол кісі бір келіп сол бокс залын ашып, барлығымызды жинап қатысқан. Сол жерде бір жылдай ғана айналшықтап Мгм. қатыстық. Бірақ оның пайдасы енді бір біреуді талдырып құлатып атпасақ та, біздің де жас кезімізде көптеген дүниелер болды. Мысалы үшін енді төбелес туралы болып жатқасын, есіме түсіп отқанын айтайын. Сол заманда Ақтөбеде жүрген кезімізде телефон жоқ, ештеңке жоқ. Ауылға жарты жылда бір хабарласамыз, Иә. переговорныйға барып, связь жоқ деп қайтамыз. Сондай заманда біздің общежитияда сол местный балалар келіп мазамызды алып сөйтіп жүретін уақыттарда сол қарсы шығып пышақталған уақыттарым болған. Пышақты алып жатырмыз, больницаға түсіп жатырмыз, милициялар келіп мына жақтан тергеп жатыр деген сияқты. Сол кезде ауылдан бір адам білмейтін. Менің сол кездегі
понятие дейміз ғой. Иә. Менің қарындасым қасымда бірге оқыды. Қарындасым да бір ауыз суылды үйге звондап айтпайтын. Мынаны Мгм. пышақтап жатыр, мынау больницада жатыр, ойбай деп. Сондай бір сол заманның бір түсінігі ма, сондай бір уақыттарда да бір қайсарлық көрсеткен сияқты болып көрінеді. Біз қазір Мгм. үлкен әпайдік 20-дан асқан келіншек алған баламызды телефонмен аңдып отырамыз. Мгм. Қай жерге бардың, қашан қайтасың, жұмыстан нешеде шығасың деп. А біз ол кездерде пышақталып жатсақ та, Өзі ыыы, қатты бір тергеліп жатсақ өміріңізге та, қауіп төнетіндей жағдай емес пе? енді соның өзінде де біз сол шағымданып, ағайларға Мгм. болсын, апайларға болсын, немесе ата-анамызға болсын, сондай бір қайсарлықтар сол көмектері шығар деп ойлаймын. Иә, больницада болдым. Бірақ жаңағы, ыыы, ішкі органға 2 сантиметр жетпеді деп сол кездерде айтып жатқан. Мгм. Иә, басымыз айналып, қан жоғалтқан кездер болды енді, шүкір. Мгм. Одан кейін де Алматыда көптеген жағдайлар болды. Одан кейін мен Талдықорғанда, енді ол кезде де мен үлкен емеспін. 25-ке толар-толмас уақытымда Мгм. Талдықорғанға бардым. Ол жерде де біраз жанжалдар болған. Соның барлығы енді жас кезден қалған Мгм. мінез деп ойлаймын. Жақсы. Бірақ шынымен де мен бұрын еститінмін сізді жақсы төбелеседі, жақсы ерегіседі деген сияқты. Сол үшін Төбелестен гөрі ерегісе отыра берейік деген ағамыздың әңгімесі сияқты ғой. енді Өмірқұл Айниязов десе, осы шаш үлгісі баяғыдан Иә. елестейді. Енді осы шаш үлгісінің авторы сіз ба, жоқ әлде Қайрат Нұртас па? Мен Қайраттан бұрын қойғанбыз. Негізі 2002 жылдары мен Талдықорғанға көшіп бардым. Енді Мгм. есімде қалғаны. Ол кезде менің шашым басқаша болды. Сол жылдары өзі бір сәнге айналды осы шаш үлгісі, осы ұзын қылып өсіру. Сол кездерде осы Ақылбек Жеменей, ыыы Құрмаш Маханов сияқты әншілер, сосын мен, осы аяқ жағынан 4-5 жылдан кейін осы Еркін Нұржановтар шығып осындай Мгм. шаштармен сахнаға шыға бастады. Сол кезде бір-бірімізді шатыстырып жүретін. Маған Құрмашсың ба деп, Иә. Құрмашқа Ақылбексің ба деп, Еркінсің ба деп, сондай сияқты өзі бір шаш үлгісі сол 2003-2004 жылдары Мгм. бір сәнге айналған. Мен де сол кезде өсіріп бастағанмын. Сол кезден өзіме ұнады ма әйтеуір. Жалпы бұдан да өсіргім келіп еді. Бір замандарда, мысал үшін, мына орыстың Дима Маликов сияқты әншілер бар, осы Иә, шаштарын иә. осы жерге дейін өсіретін. Сондайға дейін ойлағанмын, бірақ оған менің кішкене нервім шыдамайды екен. Мгм. Кішкене өскеннен кейін онша, не дейді, дискомфорт дей ма, Мгм. өзімді кішкене жақсы сезіне алмадым. Сондықтан осы үлгіде ұстап қалдым. Меніңше бұдан өзгерту де керек емес шығар деп ойлаймын. Мгм. Меніңше әзірше осы болады, көреміз. Да. Енді өзіңіздің жеке стилистіңіз бар ма қазір? Енді ондай бір стилист Аха. ұстамаймыз, бірақ киім үлгімізді негізінен бір жермен жұмыс жасаймыз. Мгм. Енді әрине жадуда да тіккіздім, Берік Исмайлов тие берсін, ол кісінің тірі кезінде де, Иә. одан кейін де тіккізіп жүрміз. Одан кейін тағы да бір-екі салондар болды. Негізінен бірақ біздің филармониямен жұмыс істеп келе жатырған 22-21 жылдың ішінде ол Талдықорғандағы Арсалон деген үлкен салон бар. Сол Мгм. жерде Атлас Ілиясқызы деген апайымыз бар. Сол кісі мені бастан аяқ біледі деп айтуға болады. Өйткені 20 жылдың ішінде мен қазір бір-ақ рет барып примерка жасап, келесісінде киіп кете беретіндей жағдайға жеткенбіз. Сондықтан Ол кісі костюмның болашақта дизайндарын бәрі барлығын өзі өзі сызады. дайындай Сол ма? жерде қыздары бар. Мгм. Негізгі идея өзі береді. Сосын қыздар оны сызады. Сол енді әркімнің өзінің мамандығы бар. Болашақ дегенде жақында мен үлкен концерт беремін. Мгм. Сол концертте де Атлас Ілиясқызының бір-екі костюмі көрінетін болады. Мгм. Бір костюмның құны қаншаға шығады сізде? Енді ол жаңағы ручная работа дегенде солар қымбат болады. Терілер болса ол да қымбат Мгм. болады. Енді ең арзы 200 мыңнан 1000-2000 долларға дейін барады. Мгм. Енді тағы да бір балалық шаққа қарай келейік. Жалпы сіздің өнер жолына қалай келдіңіз деген сияқты. Ақтөбедегі Ахметжанов атындағы колледжді оқыдыңыз, иә? Баянда оқыдыңыз ба бірінші? Содан кейін домбыраға ауысыпсыз. Не Енді себеп болды? сол жаңағы хулигандық басталғаннан кейін Мгм. сондай болған болу керек.
Мен өзім 5 жыл Қазалыда баян классында Мгм. оқығанмын. Оны қызыл дипломмен бітіргенмін. Одан кейін сол қызыл дипломымызбенен Ақтөбеге баян классына түстік. Мгм. Одан кейін 2 жылдан кейін жаңағы домбыраға ауыстық. Ол неге десеңіз, біздің базаменен мына орыс деген халық өзі былай айтқан кезде баянда өздерінің қанына жақын шығар. Аккордеон классы екеуі бірге болатын отделениесі. Енді орыстардың ойнауыменен біздің Қазалыдағы база енді екеуі былай айтқан кезде қатты сәйкес келіңкіремеді. Сосын мен пересдачаларым көбейе бастады. Оның үстіне жігіт бола бастадық. Мгм. Кешкісін қыздарға барамыз, сыра ішеміз деген сияқты А, сондайменен кішкене біздің үлгерім азайып кетті. аха. Сондықтан бұл баянның қыр-сыры өте көп. Оның технический дейді, академический дейді. Ай сайын оның Мгм. тапсыратын экзамендері көп болды да. Сондықтан енді біздің кішкене жүрісімізге келмегеннен кейін Мгм. как раз сол кездерде мен Жігіт Сұлтаннан бірінші орын алып, бір конкурстардан орындар алып жүрген кезде енді ол жерге мен қазақша домбырамен айтамын, Мгм. баянмен айтсам да қазақы әндер айтамын. Сосын менің өзіміздің жаңағы не деп айтады, ұлттық домбыра, қобыз мамандықтарының отделениесіндегі ағайлармен жақсы болып қалғанбыз. Мгм. Сол жерде сол Берік деген ағайыма айттым, мен мына орыстарға ілесе алмай жатырмын, ренжімеңіз, Мгм. мені домбыраға ауыстырып алыңыз деп. Сондықтан жарайды, өмірқұл, енді бәрібір бізбен бірге өнер көрсетіп жүрсің, домбыраны бірге тартып жүрсің, күйді де термені де орындап жүрсің, бізге келсең кел деп. Ешқандай курсымды төмендеткен де жоқ, ештеңке де қылған жоқ. Мгм. Бірден сол екінші курстан жалғастырып күйді оқып кеттім. Жаңа сыра ішіп жүрдік дедіңіз ғой, сонда қанша жаста? Енді колледжге 15 жаста түседі, сол Иә. 16-17 жасымыздан бастап Мгм. сыра ішіп бастаған шығармыз. Одан кейін Ол ол жасырақ ұзаққа естіген созылып шығар. кеткен жоқ па? Енді ондай алқаш болып кеткен жоқпыз, бірақ арасында демалатынымыз бар. Аха. Жақсы. Енді жалпы қандай ірі конкурстарға қатыстыңыз? Мен енді негізінен конкурсқа көп көңіл бөлмедік. Мгм. Енді бала кездегі мен есептемегенде Мгм. есептегенде енді кішігірім конкурстарда болдым. Консерваторияда оқып жүрген кезде бір Алмалы 99 деген осы үлкен площадьта үлкен бір конкурсқа қатысып жақсы Мгм. жүлделі орын алғанмын. Одан кейін мен Азия дауысына дайындалдым. Ол енді менің Талдықорғанға көшіп барған жылдары культурамыздың басшысы Ханым Шөттаевна деген кісі болды. Мгм. Қазір де осы көзі бар, Талғарда тұрады апайымыз. Сол кісі менің даусымды көріп, өмірқұл, сені конкурсқа қатыстырсақ, жас қанат емес, Мгм. бірден Азия дауысына шығуымыз керек болды да, біздің М. неміз бойынша. Сөйтіп бір үлкен дайындық бастап кеткенбіз, бірақ өкінішке орай біз Азия дауысына әндеріміз өткенменен олар бірінші жарна сұрады. Ол кезде Азия дауысының шарықтап, осы бір ақшаға құнығып тұрған уақыттары, тие берсін Мгм. екеуі де қайтыс болып кетті. Қазір Мұрат ағамыз да жаңағы Мгм. Пономарев деген кісі де. М. Сол уақытта $10,000 сұраған менен қатысу үшін. Оған м, орын беру Ол қай гарантия жылдары емес. сонда? 2000, сол соңғысы мен қатыспаған Мгм. жылы Шымкенттен бір жігіт қатысты. Содан кейін жабылды, сол 2003 жыл ма, сол Мгм. ұмытпасам. 2003 жыл, 3 жыл бұрын. Өйткені 2004-те біз Успех деген Эстонияға конкурсқа бардық. Мгм. Сол кезде менен сондай хабар келді, $10,000 төлемесең қатыспайсың деп. Сосын біз ондай ақшаны таба алмадық та, біз ол Азия дауысына қатысқан жоқпыз. Есесіне біз келесі жылы енді материал дайын болғаннан кейін конкурстар іздестірдік. Мен Эстония қаласындағы Мгм. Успех 2004 деген конкурсқа қатысып дипломант атағын алып келгем. Содан кейін мен конкурстық карьерамызды тоқтаттық. Неге десеңіз, менің сахнада өмірім басталып кетті. Мгм. Бірден 2005 жылы мен Мафия Тахияға, Жанатбектің қол астына коллективіне алындым. Содан Әнші кейін болып. менің Мгм. мынау еркін сахнада дейміз ба, үлкен шоу бизнестағы бір баспалдағым басталып кеткеннен кейін конкурсқа енді көңіл бөлетіндей уақыт та болған жоқ. Мгм. 2005-тен 2008-ге дейін біз Жанатбекпен араладық, бүкіл қаланы, осы дворецтегі концерттердің бәрінде мен басты әншісі болып өнер көрсетіп жүрдім. Мгм. Одан кейін 2010 жылы мен Алматыға көшіп келдім. Талдықорғанда тұратын мен ол уақыттары. Көшіп келу себебім де менің осы жақтағы сахналарым,
Жалпы концерттеримнин көбү Алматыда болгондон кийин мен Талдыкургандагы жұмысыма рахмет айтып, Мгм. ренжімеңіздер, мен енді Алматыдан сіздерге келіп тұрам, жұмыстан шығармасаңыздар, Мгм. соған келісейік деп. Құдайға шүкір, олар маған сондай рұқсат берді. Мен Алматыдан Талдықорғанға соңғы 10 жыл қатынап жұмыс істедім. Мгм. Сондай енді сахнадағы карьера деп айтамыз ба, бір жұмыстарым сәтінен болып халыққа таныла бастағаннан кейін мен енді конкурсты жыл жауып М. қоя қойдық та, сонымен қазірге дейін сол сахнада өнер көрсетіп жүрміз. Ал енді сізді танымал еткен қандай ән негізінде? Мені екіге бөлуге болады менің репертуарымды. Ең бірінші Ақтан Керейдің термесі. Мен Мгм. 2000 жылы филармонияға тыңдалуға барған кезімде Алтынбек Қоразбаев көкеміз бір тыңдап мына баланы жұмысқа алыңдар деп ол қабылдаған ол Ақтан Керейдің термесі. Мгм. Одан кейін ұят болмасын деген керемет бағдарлама болды сол кездері. Серік Аббас тыңдайтын әндерімізді ол кезде дискімен жіберетінбіз астына барып. Мгм. Серік Аббас та менің сол бір термемді тыңдап, мына баладан бірдеңе шығады деп мені өзінің қабылдауына шақырып, жақсылық тілеп, сол Ақтан Керейдің термесін бір тыңдап, сол маған шофер рөлін беріп, мен 3-4 жыл сол ұят болмасын бағдарламасында өнер көрсеттім. Жалпы екіге бөлейін деп отқаным, терме ол бір жаңағы кез келген таксиде немесе бір барахолкіде, сол кезде мода еді ғой, Иә. барахолкіден шықса хит болса сол атақты болатын Кассетамен тыңдайды. кассетамен. Ақтан Керейдің термесі ол ондай жерлерде қойылмайды, бірақ мынау профессионалдық ортаны, Өмірқұлдың кім екенін, бұның болашақта қандай жаңағы несі бар, перспективасы бар, бұл Мгм. бір сахнада өнер көрсететін әнші болады ау деп көрсететіндей бір профессионалдық ортаны мойындататындай бір үлкен терме болды деп ойлаймын. Мгм. Әрине артынан оңғар жыраудың термесін орындадық. Тұрмағанбеттің термесі болсын, тоғжанның көй болсын, сондай бір мен алғашқы орындағандарым барлығы осы қиын форматта, өмір сырлары болсын, сондай бір форматтар орындадық та, бұл мені профессионалдық ортаны мойындатуға бір жол ашқан бір таныстырған термелер деп ойлаймын. Былай М. айтқан кезде Өмірқұл Айниязов термені жаңашалаған деген сияқты бір пікір алып келген. Ал халыққа жақындатқан, әрине, елім, Бейбіт Оралының Елім ай әні мені халыққа бір табан жақындатқанменен, Мгм. Ақжайнақ Ақжайнақ. халыққа шыққан кезде ол ерекше басқа бір жақындық алып келді да, Аха. сахна адамменен, әншіменен көрерменнің ортасын бір керемет жалғаған бір ән болды. Ал енді Мгм. Ақжайнақ ол бір конкурстық болсын, бір қалай айтады, кәсіби деңгейдегі ән деп мен ойламаймын. Аяқ астынан орындаған мен ол әнді. Майра апамыз айтып, Мгм. сағындырған әндер айда інжумен дуэт айта қойшы деп. Мен жай ғана қарадым бұл әнге. Былай айтқан кезде менсінбей айттым деп айтуға да болады. Барып бір куплет бір қайырмасын жаздым да кетіп қалғам. Мгм. Бірақ ән шыққаннан кейін барлығы Өмірқұл өзің орындасаң, сен орындасаң әдемі болатын сияқты, мынау М. анау інжудан көрі жеке орындағаныңа саған келіп тұр деп ше. Сондай әңгімелер айтылғаннан кейін сол кездері Жұлдыздар отбасының концертіне Жарылғап деген ағамыз жеке орындаумен шақырды да. Иә. Мен оны ұялып жүрдім, барып маған беріңізші, мен жеке орындайын деп айтуға ыңғайсызданып жүрдім да. Бірақ енді Жарылғап аға айтқаннан кейін Арманға бір ауыз айттым. Проектісі бар ғой, мен бір куплетін тағы жазып сұрап жатыр, айтайыншы деп. Қалай айттым, барлық жерде Ақжайнақ менен сұралды. Тойға Мгм. барсам да, концертке барсам да, осы Ақжайнақ меніңше халықпен екі ортаны жақсы жалғаған бір әндер болды деп ойлаймын. Одан кейін де әндер, әрине, жақын әндер болды. Дүрдараз да Иә. жақсы болды. Қыздар ай да жақсы әндер, хит болды деп ойлаймын. Ана сен бақыттысың басқа форматта болса да халыққа өте жақын әндер болды. Міне биыл 1-2 жыл болды, бір шәугім шай ерекше халықтың жүрегіне ән алып тұр. Былай қараған кезде менің әнім, мен көрсеттім деп айтатын әндер баршылық, былай айтқан Мгм. кезде. Енді Ақжайнақты халық әні деп орындадық, иә? Осы кезге шейін солай қабылдадық. Кейіннен авторы табылды деп айтыпсыз бір сұхбатта. Енді сіз ол Ақжайнақпен де тойға шықтыңыз, жаңағыдай гонорар алдыңыз деген сияқты. Кейін ол кісіге авторына бір рахмет айтып, бір
Сиси апа. Енді мынандай нәрсе, Болатбек Ердәулет деген жалпы біздің Мгм. сырттай ұстазымыз ол кісі. Қайтыс болып кетті 3-4 жыл бұрын. Мгм. Ол кісінің мен атын естігенім болмаса, записінен біз тыңдап, соның термелерін естігенім болмаса, мен көзін көрген адам емес. Сөйтіп Ақжайнақ бір жақсы халыққа кеңінен таралып жатқан кез еді. Ол кісі де үйінде жатып алып көрген болу керек. Әйтпесе бұл әнді кім орындамады? Былай қарайтқан кезде Жібек Жолы ансамблі орындады, Мақпал апайымыз да Мгм. орындады, Жадыра Арыстанова да орындады, менен кейін Қарақат та орындады бұл әнді. Былай айтқан кезде көп әншілер орындады, бірақ именно менің орындаған нұсқам халыққа кеңінен танылып жатқанын ол кісі де түсінген болу керек. Сондықтан ол маған звондады. Өмірқұл, мен Болатбек Ердәулет деген ағаң деді. Мен шошып кеттім. Ойбай, бұл кісіге не болды? Өзі тентектеу шал еді негізі, интервьюда да өзі сондай тентек адам. Мгм. Сөзі де былайынша өзі емші, адам қараған, сондай бір тентек адам. Мен көзім көрмесе де оның мінезін примерно білемін. Мгм. Сол кісі маған айқайлады бір кезде. Сендер не мен көзім кетпей тұрып, менің әнімді халық әні деп айтып жүрсіңдер. Мен тірі емеспін ба деп айқайлаған соң мен айттым, аға енді ренжімеңіз, бірақ енді кім біледі, кез келген адам менің әнім деп айта берсе, біз оны енді ойбай Болатбек Ердәулетов екен деп айта бермейміз. Оны дәлелдеу Иә. керек, оны көру керек, түпнұсқасын көру керек деген сияқты. Сөйтіп қатты ол кісі мені боқтап, айқайлап сөйлегеннен кейін айттым енді, аға, ренжімесеңіз мен сізге бір телефон беремін, сол кісіге хабарласыңыз. Ол авторлық құқық, сол жерде қорғайтын орта Мгм. бар, сол жерге хабарласыңыз. Сол кісілер иә міне осыныкін біз тексердік, Болатбектің әні екен десем, мен ешқандай Дәлелдеңіз. нем жоқ, иә дедім. Сөйтіп мына Байғали Есенәлиев ағамыз авторлық құқықтың басшысы болып тұрды сол кезде. Сол ағамыз звондап, содан кейін сол екеуін кездестіріп, Байғали аға өзі маған звондап, Өмірқұл, иә шынымен де бұл осы кісінің әні екен. Келесіден бастап бүкіл радио барлығын өзгертеміз. Әні Болатбек Ердәулеттікі, сөзі енді халықтікімен араласып кетті, бірақ ауыстыруға мен ол кісіге бірден Мгм. айттым. Осылай енді халыққа сіңіп кетті, өзгерте алмаймыз. Ол кісінің сөздері кішкене бөлек болу Мгм. керек. Солай 75-ші жылы жаздым деген есімде қалыпты. Мгм. Жалпы Ақжайнақ деген сөз қазақта жоқ. Мен алып келдім ол сөзді деген сияқты бір өзінің бір несін айтқан. Сөйтіп содан кейін мен ешқандай не қылмай, қазір Мгм. кез келген жерде тойда болсын барлығында Болатбек Ердәулеттің әнін де орындап жүрмін. Гонорар жағына келетін болсақ, Байғали аға ол заң бойынша ағамыздың қанша жылдан орындалып келатқан Ақжайнақтың гонорарын жинап бердік деді. Енді мен Өтемақысын, екі иә? ортада жоқпын. Мгм. Алла біледі. Болатбек Ердәулетов ағамыз алған шығар. Мен ол кісімен сөйлескен жоқпын, бірақ Байғали аға сөйтіп айтты. Мгм. Жақсы. Енді, ең алғашқы түсірілген бейнебаян есіңізде ме? Жалпы оған қанша қаражат кетті? Демеуші Иә, табылды ма әрине. ол кезде? Бейнебаян деген нәрсенің өзі соңғы сол енді түсіріліп жатты ғой біздің Қазақстанда. Мгм. 2002 жылы мен Талдықорғанға көшіп бардым. 2003 жылы әлі күнге дейін күліп айтамыз. Ыыы, Мәулен деген жігітпен таныстым, Жетісу телеарнасында істейді екен. Мгм. Сол жаңағыдай мана айтқандай жаспыз, сыралатып отырамыз, сол жерде әңгіме қозғаймыз. Ой, Өмірқұл, давай өзіміз бейнебаян түсірейік. Мгм. Мен Жетісудан камераларды алып шығайын деген сияқты әңгімемен. Көрсек көрейік, өзіміз енді ол кезде ондай опытымыз да болған жоқ, бірақ алғашқы бейнебаян дегеннен шығып жатыр. Сол Сағындым ғой деген ән сол кезде радиода жақсы қойылып жүрген. Нұрғиса Тілендиевтің әні. Соған біз бейнебаян түсіруге кірістік. Жанар деген тағы да сол жерде бізден шамалы үлкен апамыз болды. Мгм. Қазір де жұмыс жасайды сол жерде. Сол ән есімде қалыпты. Алматыға келіп түсірдік. Жаңа демеушілік деген кезде $200 сол кезде Сарқыт деген ағамыз болған. Мгм. Милицияда істейтін. Біз оны түсірген жаңағы Мәуленге де Жанарға да берген жоқпыз. Біздің жүріс тұрысымызға, Алматыға келген тамақ ішуімізге, бензинімізге, анау мынау жерлерді жалдап алуға деген сияқты сондайға сол Сарқыт деген жігіт маған сол кезде көмектескен. Бізде ол кезде $200 деген Аха. қайда, ондай ақша жоқ. Сол есімде қалыпты. Сағындым қойды, сол $200 әйтеуір жаратып жүріп түсірдік.
оны Жетісу каналынан бердік. Мгм. Бірақ араға біраз жыл өткеннен кейін 2006 2007 жылдары шығар, ұмытпасам, Бейсен Құранбек Жетісуға қайтадан директор болып Иә. келді де, Бейсен ағамыз. Сол кезде ол кісі де сондай клип түсіретін балалар жинап, менің әндерімді қарап отырып, тағы да оның таңдауы Сағындым ойға түсті да. Мен баняда отырып, әлі есімде, мені шақырып, мен баняда отырып бір сценарий таптым. Керемет сценарий Мгм. таптым. Сол Сағындым ойды қайтадан түсірейік деп, маған екінші рет Сағындым ойға бейнебаян түсірілді. Біріншісі достарға тақырыбын бұрып, біз достарды сағынышқа не қылдық, Мгм. достыққа деген. Екіншісі бала кезіндегі махаббатына деген Бейсен ағаның Мгм. сценарийі. Ол бала кішкентай кезіндегі махаббатын сағынып келетін сағыныш, Мгм. қаладан ауылға деген сияқты. Екеуі де маған жүрегіме жақын, доста, бала махаббат та. Мгм. Сондықтан алғашқы бейнебаяндар осы болды. Сыраның үстінде шешіліп кетті дейсіз ғой, бірінші бейне. Мәуленге рахмет Иә. айтасыз ба қазір? Енді жалпы үйлену тойыңызға келейік. Мынандай бір қызық ақпарат бар екен. Сіз үйленген кезде аспаннан шегіртке жауған дейді. Мгм. Тойдың алдында. Ол қаншалықты рас? Енді оны барлық адамдар біледі деп ойлаймын. Мгм. Сол кезде Саранча деген кино да шығып жатты. Иә. Былай айтқан кезде сол Қазақстанның сол Саранчасына қарай қойды ма екен, оларды білмеймін. Әйтеуір Саранча деген сол кезде сериал болды ғой, Иә. перекресттен кейін. Біздің үйленген кезіміз 99 жылы Қазақстанда жалпы Саранча жауып тұрған уақыт болған. Енді сіздер сенсеңіздер сеніңіздер, сенбеген енді көрмеген адам сенбеуі мүмкін. Машина жолдың үсті әйнек сияқты болып жататын. Мгм. Шегірткелерді басып машинаның дөңгелегі. Мынау деген жып-жылтыр кәдімгі мұз сияқты болып жататын. Сосын біздің тойдың үстінде, ол кезде палаткада жасаймыз, ресторан деген жоқ. Бүкіл тамақтың үстінде шегірткелер секіріп жүреді. Келіншегіміздің жаңағы Көйлегі. свадебный көйлегінің астының бәрі саранчалар жүгіріп жататын. Сондықтан оның ешқандай өтірігі жоқ. Ол саранчаларды қалай кетірді, үкімет кетірді ма, өзі кетті ма білмеймін. Сол біз үйленген жылы сол саранча жауған уақыт болған. Кәдімгідей ол аспаннан жауатын. Мгм. Енді ол жоғарыдан көтеріліп ұша ма білмеймін. Әйтеуір былай қараған кезде прямо көз жететін жерге дейін саранча Иә. ұшып жүретін, жауып жататын, ұшып барататын Ал білмеймін. енді содан басқа қандай қызық болды тойда жалпы? Енді ол кездер енді ауылдың тойын білесіз ғой, ол кезде Мгм. біздің жаңағы класстастар енді әлі үйленбеген уақыт. Мгм. Барлығы 50 граммды бұрқыратып баяғы не еді, ыыы, столға қойғанды Мгм. палатканың артына барып ішіп жүретін Иә. уақыттар ғой өзі. Сол қызығы сонымен деп ойлаймын. Сол әлі күнге дейін көз алдымда, менің видеосы да бар. Мгм. Бір-екі жерде мен сұхбатта жаңағы неге цифровойға түсіріп, оны көрсеткен де бір бағдарламалар бар деген Мгм. сияқты. Енді сол уақыттағы, енді ауылда сол кезде балалар оқуға да бармайтын еді ғой. Менің Шөміш деген ауылым бар. Мгм. Кемпір шалдың қолында өскенмін. Келінді де сол жерге түсірдім. Сол ауылда студент мен болатын. Мгм. Сол кездегі бір ауылдың тойының алды болды деп ойлаймын. Өйткені қонақтар менің Қазалдағы класстастарым. Мен әке-шешем Қазалда, Иә. бастауыштан кейін Қазалда оқығанмын. Ол класстастарым жігіт болып, өздері әйтеуір қалада оқитыны бар, бір-екі жаңағы модный, әдемі болып келіп тойға қатысқандары есімде. Одан кейін жоқшылық уақыт болса да, былай айтқан кезде шынымен де біздің уақыттарымыз енді жоқшылық, көп ақша ұстамайтын Мгм. жүретін уақыт болса да, Алматыдан жігіттер келді, менің консерваторияда оқитын достарым. Әлі күнге дейін ар жағында каникул болса да, Шалқар жағы, Ақтөбе жағынан бірге оқитын Айгүл Елшібаева қазір елге белгілі менің досым. Иә. Сол кісілер келіп қатысты. Базаргүл деген қазір Талдықорғанда бірге филармонияда қызмет жасаймыз. Ралан деген досым ар жағынан, Әлімжан досым Шымкенттен деген сияқты көп жігіттер, қыздар сол тойға қатысты. Сондықтан енді әр нәрсе өз уақытында бағалы. Мгм. Мен онды бір ресторанда жасамадық, біздің тойымыз сондай болмады Қалың деп мал ойламаппын мен. қанша болды?
Енді ол кезде елдің бергені шығар. Мгм. Точно айта алмаймын. Бірақ біздің семьямызда енді бір кедей емес, Иә. орташа кәдімгі үкіметте жұмыс жасайтын адамдар елдің бергенін берді деп ойлаймын. Мгм. Енді тағы да э, сұрақтарға кезек берейік. Қаламақыңызды бермей қойған сәттер бар ма? Бір мықты-мықты деген дөкей кісілер шақырып алып, тойында ән айтқызып, қоқан-лоққы көрсетіп, келуің керек. Жоқ, ондай болған жоқ. Сондай Шынымды сәттер айтайын, болды ма өмірде? шынымды айтайын. Ыыы, бір кезде бір інішектерім бар менің. Мгм. Соларға ренжіп айқайлап айтқаным есімде. Осы сұраққа байланысты. Мгм. Қайталап айтайын, бірақ аттарын айтпай ақ қояйын, балалар білетін шығар. Мгм. Тамада балалар. Екеуі де менің ауылым баласы, қазалының балалары. Мгм. Соларға айтқам, осы 20 жылдан қанша уақыт жүріп, біреуден ақшамды алмайған, немесе бір тойында маған Мгм. бірдеңе деп көрген жоқпын. Именно екеуің де осы біздің ауылдың балалары менің ақшамды бермедіңдер деп. Олар да жаңағыдай да, біреуі өзі болмай қалып, аға ақшаңды береміз, барып выступать етіп кете беріңізші, өзім беремін О деп. балалар танитын сияқтымын, екеуін. Артынан бермей кеткен бір інім бар. Одан кейін Сіз оларға тойына апарып кәдімгідей тұрып, көмектестіңіз ғой ол ол екі балалар жігітке. менің балаларым, Иә. қазір де менің қасымда жүреді. Аха. Ыыы, тағы біреуі, аға міне жаңа карточкамен салып еді, бірақ карточкам блокировать етіп қалды деп, содан кейін бермей кетті да, соны Мгм. әлі бермеді. Сонымен сол алдаған екеуі де өзім інім қасымда жүр. Сондықтан ондай болады. Інілерім болғаннан кейін қазір ондайды не қылмаймын, бірақ еске түсіп айтып жатқаным ғой. Шапалақ берген жоқсыз ба інілеріңізге? Жоқ ондай. Енді Аха. отырыстарда кейбір кезде қатты айтатын болмаса енді ондай Аха. жоқ. Ал енді жалпы қазір адамдарға қызық қой, кімге не беріп жатыр, не қойып жатыр деген сияқты. Мынандай әңгіме бар екен, сізге бір кісі фазенді сыйлапты. Мгм. Ол кісі кім? Енді жалпы былай айтқан Фазенді кезде сыйлайтындай сіздің оған фазенді қандай? сыйлаған жоқ, оны Аха. қысқаша айтып берейін. Жалпы менің 2015 жылғы концертім, 2017 жылғы концерттеріме былай м, қомақты көмек көрсетті деп айтуға болады. Ол кісі маған қазір де көмектесіп тұрады. Мгм. Бірақ ол кісі маған даже сол кездерде афишаңызға, может, фирмаңыздың атын қояйық деген кездерде ол кісі ондайға рұқсат етпейді. М. Ыыы, ол кісінің атын айтқанды да жақсы көрмейді. Жалпы менің фазендім бар екенін оның жан жағындағы адамдар да білгенменен Мгм. оны менің сол ағам бергенін де білмеуі мүмкін деген сияқты. Сондықтан аға фазенда сыйлаған жоқ маған, бірақ бір Жерлес кісі ме? жерлес, рулас. Былай М. айтқан кезде ол да қызық. Рулас адамда негізі қан тартам екен. Иә. Сосын менің өзім қасымда жүрген балалар да осы қызылордалықтар. Бәрібір сол айналып келген кезде қазақтар өзі бір табиғаты жақын бола ма Мгм. екен, жерлес, ауылдас, рулас соған қарай Иә. жақындайды ғой деп ойлаймын. Әйтпесе менің қасымда неше түрлі балалар болды. Осы жақындар, осы ауылдың балалары негізінен. Сол сияқты аға да маған біраз жерін пайдалануға берген. Ал Мгм. үстіндегі қоралары болсын, үйлері болсын, малдары болсын, барлығын өзіміз Мгм. еңбегімізбен жасадық. Әрине мен бір сұхбатымда айтқам, ол былайынша айтқан кезде маған да сын, аға маған осындай мүмкіншілік беріп жер сыйлаған кезде мен де оған жұмысты көрсетуім керек болды да, сондықтан біз соған қарай жұмыс жасап жүрміз. Енді Ыыы жұмысыңыз қалай жүріп жатыр? Қанша жылқы бар? Жылқы біз Қанша сиыр, негізі қанша қой дегендей? жоқ, ондай көп жинауға келмейді, өйткені біздің фазенда былай Мгм. айтқан кезде Қаскелен мен Алматының ортасында тұрғаннан кейін ол енді ондай жүздеп жинауға келмейді. Біздікі М. басқаша бизнес. Ол бордақы мысалы үшін 10-15 мал айналып тұрады, оның ішінде Мгм. сатылғаннан кейін оның орнына басқа малдар келеді деген сияқты. Соңы. Сондай бір жерде ұстаймыз, иә. Мгм. Сосын өзіміздің мінетін аттарымызды бөлек Мгм. баптаймыз, сол жерде қыдырамыз, садақ атамыз, тазы Мгм. бағамыз, алабай бағамыз деген сияқты қоян, қой, ешкі барлығы бар былай айтқан кезде. Бірақ енді көп неден ұстауға келмейді. Біз бірақ сапасы қымбат, аз болса да қымбат мал, қымбат
қос ұстауға тырысып жатырмыз. Өзіңіз де үлгеріп жатсыз. Әрине. Барып. Аха. Ал енді үйіңізді салуға $200.000 жұмсаған екенсіз. Бұл шамамен бір 90 миллиондай теңге. Бұл қаражатты қанша жыл жинадыңыз? Болмаса кредит алдыңыз ба? Жоқ, Басыңызда мен кредит бар кредит ма алған қазір? жоқпын. Кредит алған жоқпын. Менің Мгм. Талдықорғандағы бір үйім сатылды. Мгм. Үкіметтен алғанмын ол үйді. Сосын бір көлігім болған менің, Туарек Мгм. деген. Тоже ол да арзан емес еді. Мгм. Сол екеуі сатылды. Сосын алғашқы жинаған ақшаларым болды. Жерден бөлек Мгм. алғашқы стройкаге ақшам болған. Сонымен бастадым. Мгм. Содан кейін машина сатылды. Одан кейін үйім сатылды. Содан кейінгі нәрселердің барлығы осы ел аралап жүріп, арасындағы тойларым, концерттерімменен жабылды. Былай айтқан Мгм. кезде Алла үй берген адамға несібесін де арттырып береді дейді. Мен Мгм. оған көзім жетті. Көп қаражат сол 2 жылдың арасында Мгм. менің айналып жүріп, осы Қазақстанда тойы бар, концерті бар, Мгм. отырысы бар, сол жерлерде өнер көрсеткен ақшама салынды. Сол жаңа несібенің көптігін айтайын. Қазіргі күнге дейін жігіттер айтады, сол Құдайдың көзі түзу болған шығар. Сен Өмірқұл күнде самолетпен әр қалаға ұшып жүрдің, оны өзің де байқамадың деп. Мен шынымен байқаған жоқпын. Сырт көзге солай көрінді. Мгм. Мен сол қазақтың айтқанына сол көзім жетті. Үй салған адамға несібесін арттырып береді деп. Сол Мгм. жаңағыдай дүниелерім болды. Сол қалған сол халықтың арасындағы несібемен салынған Мгм. үй. Енді жақында ұлыңыз үйленіп, келін түсірдіңіздер. Енді бір тойда Қайрат Әділгерей қалжыңдап Аха. әңгімелер айтты ғой енді. Шорты майкамен Иә. жатады, жүреді деген сияқты. Енді келін түскелі шорты майканы азайттыңыз ба? Не істедіңіз? Азайттық. Енді ата болғаннан кейін кішкене өзімізге де қарауымыз керек қой. Мгм. Ол міндетті түрде биыл енді шорты мүлдем кимеуім де мүмкін. Енді келін жоқ кезге деп алып қоймасам, Мгм. үйде кимеймін. Жалпы мен өзім де шортыға онша жақын емеспін. Сол майкамен де жүруге де болмайды. Мгм. Кейбір кезде келін жоқ қой деп отырып қалған кезде үстімізден түсіп қалады. Сол кезде де Мгм. ұялып қалып жатамыз. Сондай. Өйткені қалай, келінге біз де өзіміздің немізді қоямыз. Орамалмен жүру керек, сәлем Талап. ету керек, ағайын келген кезде алдынан шығу керек деген талап қойғаннан кейін, оған соответственно өзің де соған сайлы болу керек. Сондықтан Мгм. мен өзімді дұрыстауға, өзімді келіннің алдында қалай ұстасам, олардан да сондай талаптар қоямыз. Мгм. Енді ұлыңыздың үйленуінің тойы алдында жалпы бір келеңсіз жағдай орын алған екен. Жастар жол апатына Мгм. түскен дейді. Осы турасында айтайықшы. Енді Не жағдай болды? сол менің тағы бір қарындасым бар. Мгм. Өзім қолымда оқыған, өзім қолымда тұрған. Байқоңырда әке-шешесі, әкемнің інісінің қызы. Сол тұрмысқа шығатын болды сол бір. Соның алдында 2 жеті бұрын ба, 3 жеті бұрын ба. Соған мен самолетпен ұштым. Нұртуған неге екенін білмеймін, таксимен шығамын деп өзі бір Мгм. сондай не қылды. Әйтпесе ол жалғыз өзіммен бірге неге ұшырып алып кетпедім деп артынан ойланып қалдым. Енді бәрі болғаннан кейін ойланасың ғой ондайды. Мгм. Сол өзі кешке қарай шығып, алдын обедке қарай сол Байқоңырға барам деп есептеп шыққан болу керек. Сол таңғы 8-де шопыр ұйықтап кетіп, солдай бір Қызылордаға бір 60 километр қалған жерде аударылған. Мгм. Мен ол кезде Ақтөбеде едім. Мгм. Зәреміз ұшып кетті. Жоқ, мен Аралдамын ол кезде. Аралға келіп, сол тойға қарай жақындап жатқан кезім еді. Мгм. Сол Аралдан сол тойға барамын деп. Сол таң атпай сондай жаман хабар келді. Содан Қызылордаға бардық. Әйтеуір тірі қалғанына қуандым. Мгм. Әйтеуір сөйлеп жатқасын болды, ешқандай не қылма. Әйтеуір қалғаны дұрысталар. Тіс кетсе тәуекел, сынса әйтеуір жазылар Иә. не. Ең бастысы тірі қалу. Ол салондағы бір қыз қайтыс болып кетті. Сондықтан мен балама айттым, ешқандай ештеңкені уайымдама. Алланың саған берген бұл сыйы. Көрдің, қыздың орнында да болуы мүмкін еді деген сияқты. Мгм. Сонымен Аллаға шүкірлігімізді айтып, баламызды алып қайттық. Енді әлі зардабын
шегіп жүр. Мынау бұғана дейміз. Ол сынғаннан кейін әлі бітпей, кеше екінші операция жасадық. Аяғынан сүйек алып қайтадан мында жалғады. Сондықтан кішкене әлі дұрыс болмай тұр. Тіс ол әлі енді жас болғасын имплант салғызайық дегенбіз. Оған мынау сүйек ол да мықты болу керек. сынып кеткен. Ол да 6 айдай ол жер өсу керек. Оған да жалғау керек. Оның түрі көп екен. Бұқаның сүйегі дей ма, тағы бірдеңе сүйек дей ма, оны жалғау керек деген сияқты. Сондықтан енді Аллаға шүкір, ең бастысы тірі, аман. Жүргізушіні кінәлап ондай Ондай звондап айтқан, мен де балама айттым, ешқандай жүргізушіге де ешкімге де заявление жазбаймыз. Бізге ешқандай хабарласпасын. Біз тірі қалғанымызға қуанған адамбыз. Сондықтан ешқандай ешкімге барғанда жоқпыз, жазғанда жоқпыз. Енді концертке келейік аға. Бұйырса? Иә, Алла қаласа, мінекей 30 мамырда Республика сарайында үлкен концерт берейін деп жатырсыз. Араға 9 жыл салып, соңғы рет 2015-те бердіңіз ба? 15. Енді осы жолы концертте қандай ерекшелік болады? Халықты қалай таңғалдырайын деп отырсыз? Бағана әңгімеміздің басында айтқандай, баянмен де жаңағы бір ән айтасыз ба? Айтқанмен. Домбырамен, сырнаймен бір шоу бола Өткенде ма? мынандай әңгіме маған ұнатты. Еркін Нұржановтан сұрап еді ғой. Сұхбат. Қалай таңғалдырасыз сіз? Кеше Базарбаев келіп, мен концерт берсем, шоу берем, шоу қылып жасайым деп айтты деп еді. Осыны Еркін бүйтіп күліп журналистке қарайды да. Енді ол Жасұлан шоудан басқа не көрсете алады дейді. Әңгіменің түбі ол ән айта алмайды ғой деген сияқты ғой енді айтқан кезде. Сондықтан шоудан гөрі ән айтқан дұрыс қой. Еркіннің сол сөзіне мен былай қарадым да, риза болдым да. Ән айтқан жерде шоудың бір таңғалдырудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Сондықтан әрине әсерлеуге тырысамыз, би болсын, сахна бос болмау, светтің күші, не бар тағы, әйтеуір бір жарық-жұрық дүниелер, би, қойылым, костюм, соның барлығы енді өз деңгейінде қылуға тырысамыз әрине. Бірақ ең бастысы ол ән. Жақсы ән болса, сапалы дүние болса, ойлы ән болса, әсер беретін ән болса, ол шоу-поудың ешқандай ештеңеге қажеті жоқ. Сондықтан әрине маған филармония, Құдайдың берген өзімнің филармониям бар. Сазген сүйемелдейтін болады, Үшқоңыр сүйемелдейтін болады. Алтынай менің бүкіл әнімнің артында би қойылатын болады. Костюм арсалонда тігілетін болады. Бенд ойналатын болады. Басқа не керек? Қанша пайыз жанды дауыста өтеді? 100%. 100%. Әрине, соған тырысамыз. Енді өзіңіз санаңыз, мен енді термені домбырамен, фонограммамен айтпаймын. Оны айта аласыз. Ансамбльді фонограммамен айтпаймын, былай айтқан кезде. Сондықтан былай жартысының өзі тірдей деп есептеуге болады. Ал ансамбль эстрадалық бенд болғаннан кейін тағы да оның жартысынан көбін тірдей орындаймыз. Сондықтан енді жалпылай тірдей концерт болады деп болады. Жақсы. Енді әріптестер арасында ән айта алмайтындар бар ма сонда? Жаңағыдай ғой, ән айта алмау емес. Маған Лұқпан ағамыз айтқан, мен өзімді әншімін деп есептемеймін, мен орындаушымын деп. Сол сияқты әнмен, әншіменен орындаушының ортасы бар, негізі былай айтқан кезде. Оны саралап, тыңдаушы да, профессионалдық ортада білет кімнің әнші екен, кімнің орындаушы екен. Енді әрине оны жаман деп айтып жатқан емес. Сондықтан Жасұлан жаңа айтып жатырмыз ғой. Жасұлан өзі де біледі, ол өзінің өзінің қаншалықты даусының мүмкіншілігі барлығын. Оның қасындағы Нұрбақыт Өлдеқайда Жасұланнан үлкен әнші екенін ол өзі де мойындайды деп ойлаймын. Сол сияқты салыстырмалы түрде айтқанда, әрине бізде орындаушылар өте көп. Әнші емес, орындаушы орта деңгейде, орындаушылардың қатарында кімдер бар? Тойдың деңгейінде орындайтын жастар көп деп айтуға болады. Көп, өте көп. Танымал болғысы келіп жүргені көп, танымалдар да көп, былай айтқан кезде. Сондықтан оны екіге бөліп қараудың қажеті болмауы мүмкін. Неге десеңіз, халық қызығып кеткеннен кейін оған бірдеңе деп айтудың өзі басқаша. Мысалы үшін Асхатты да жамандағандай болып қалады. Асхатты айтайық, мысалы үшін Чип-Чипті кезінде қанша сынға ұшырағанменен
профессионалдық деңгейде адамдар айтқанменен ол халыққа ұнады. Сондықтан оны жоққа шығаруға керек емес оны. Мгм. Айтып оған сен мына әніңді айтпа деп айта алмайсың. Оны бәрібір телевидение шақырып жатыр. Мгм. Сұхбатқа шақырып отыр. Той Екібастан мысал үшін жұрттың 20 жыл жинаған үйін Асхат Алтағайда келіп Чеп-Чептің несінде алды мысал үшін. Мен Мгм. оны өзім көзіммен көргем. Алтайда келді де Мгм. өзі біледі ол 200 мыңмен келген осы Алматыға Иә. сентябрьде. Ол мен февральда алдым сол жылы 13-ші жылы. Ол где-то жаз айларында бір Бір әннің квартира арқасында, иә? сатып алды. Иә. Оны ол өзі біледі, ол маған айтқан сол кезде қанша мыңмен келгенін, қалай істегенін. Сондықтан оны ондай халықтың сүйіспеншілігіне бөленіп жатқаннан кейін оны бірдеңе деп айтудың қажеті жоқ. Былай орта деңгейдегі әнші екенін профессионалдық орта ол өздері біледі. Ол әншілер өздері де біледі былай қарағанда. Өткенде бір сұхбатқа бардым, мысалы үшін Мгм. тағы сондай спроста жүрген айтпай ақ қояйық. Мгм. Мен келген кезде жыбырлап былай не істерін білмей кеткен кезде Мгм. анау Әсел Ергеш айтқан шынымен де білініп қалады иә осындай кезде қалай әншінің Мгм. қалай бір-бірінің алдында қалай не қылғанын деген сияқты ол адамдар өз деңгейінде біледі деп ойлаймын. Мгм. Ал енді сондай жағдайды көріп жатқан кезде сіз де ойламайсыз ба шіркін-ай мен де осындай бір ән жазсам осылай ақша таба салсам екен деп? Жоқ, ондай ой келмейді. Мгм. Негізі менің өзімнің бизнесім дұрыс деп ойлаймын. Мгм. Өйткені менің спросым менің жасым ұлғайған сайын еселеніп келатқан сияқты болып Мгм. көрінеді да маған. Өйткені мен айтатын термелердің барлығы, халық әндерінің барлығы ол жыл өткен сайын құны артып жатқан сияқты. Мгм. Мәңгілік Өздеріңіз жасайтын дүние көресіздер, болу иә. керек дейсіз ғой. Мен қазір 9 жылдан кейін дворецкий концерт беріп жатырмын. Қазірдің өзінде Мгм. жартысынан көп билет сатылып кетті деп айтуға болады. Сондықтан халық бәрібір жақсы дүниені ол ұмытпайды. Мгм. Ал жаңағыдай 1-2 жыл айтылатын әндер ол өз уақытында өз бағасын алып, өз ақшасын алып, ол өзінің Мгм. орнына барып отырады. Ал шын дүние, жақсы әндер, жақсы дүниелер ол Мгм. өле өлгенше орындалады деп ойлаймын. Былай айтқанда Ақтангерейдің термесі қазір саған тағы да Мен әлі күнге шейін ниетінде тыңдаймын оны. айтайын. 20 жыл болды мысалы үшін мен орындап келатқан. 25 жыл болды. Иә. Әлі күнге дейін менен сұрайды. Ақжайнақты 10 жылдан аса 15 жылдай орындап келатырмын. Әлі күнге дейін сұрайды. Мен қазір бір шәугім шайды орындадым. Тағы да 15 жыл орындауым мүмкін деген сияқты. Ал менің репертуарымдағы басым көпшілік әндердің барлығы ол көнермейтін әндер. Дүрдараз болсын, Қыздарай Мгм. болсын, Сәулем ай деп айтайық па, Оңғар жыраудың термесі болсын, Гөй болсын, Өмір сырлары болсын, Елім болсын, былай айтқан Байтақ ел, соңғы халыққа Мгм. кеңінен танылған Қазақстан атамекенім, Нағыз қазақтың ұлымын, осы әндердің барлығын ұялмай 10 жылдан кейін, 15 жылдан кейін айта беруге болады деп Мгм. ойлаймын. Енді концертте кімдер өнер көрсетеді сізден басқа? Мен 2 ғана інішектерімді шақырдым. Мгм. Бәрін топырлатуға ұялдым. Мгм. Әрине шәкірттерім бар. Сосын ең Мгм. біріншіден Төреш өзімнің інім Төреғали. Мгм. Оның үстіне оның концертінде осы Байтақ ел әнін дуэтпен орындағанбыз. Мгм. Осыдан біраз жыл бұрын. Сол әнді тағы да екеуміз орындасақ менің концертімде деп қонаққа шақырып отырмын. Мгм. Және өзінің 1-2 әнін халыққа ұсынса екен деген ойымыз бар. Сосын қазір халыққа кеңінен танылып жүрген оның барлығы менің шектерім, біздің консерваторияның түлектері, Алатау серілері деген жастар бар. Мгм. Менің барлық тойларымда беташарын ашып дүрілдетіп Мгм. кететін інілерім. Бұрыннан өздері айтып жүретін аға дуэт жазайық деп. Иә. Бір жағынан соны да іске асырайық деген ниетпенен қазір дуэт дайындалып жатыр. Артынан өзінің 1-2 әндерін олар да Мгм. орындап халыққа ұсынып кетеді деген жоспарымыз бар. Одан Мгм. кейін өзімнің ізіме еріп жүрген 1-2 шәкірттеріміз дейік пе, інілеріміз деп айтсақ болатын шығар. Іріктеп бір 3 проект шығарып қойдым қазір. Біреуі Ерсейіт Әлиев, Алатау театрының әншісі. Мгм. Екіншісі Кеңес Әлімжан. Кеңес Әлімжан қазір халыққа белгілі болып қалған жастардың Мгм. бірі. Үшінші Жұлдызбек пен Өмірсерік деген бір дуэт бар. Мгм. Бұлар да менің інішектерім, сыйлас, әндерін де жақсы көремін, өздерін де жақсы көремін. Бір мүмкіншілік болсын, үлкен сарайда ағасының концертінде ән айтсын деп
жакында гана акелерине арнап бир ән жазып еді, әдемі, ол ән маған ұнады. Мгм. Сол ән менен менин кешимде өнер көрсөтөтүн болот. Осундай әлі де қосылатын қонақтар болу керек. Мгм. Жаңа Кеңес Әлімжан деп қалдыңыз ғой. Сол жерлес ініңіз, иә? Иә, Бір сұхбатында айтады, мен Алматыға келген кезде ешқандай ағаларға бардым, ағалар ешқайсысы көмектеспеді, қолдамады деген сияқты. Сол ағалардың қатарында сіз де болған жоқсыз ба? жоқ, ол балалар менің үйүмдө жүрген балдар. Мгм. Мүмкүн енді ақша сұраған жайынан айтқан шығар. Мгм. Менен ақша сұрамайды олар, менен жол сұрайды олар. Сосын менің қасымда жүріп үйренеді. Мгм. Бейнебаян түсірсем сол жерде жүреді олар. Мгм. Мен кіммен кездессем олар менің қасымда жүреді. Сосын үйде қонақ болады. Мгм. Және менің қонақтарым келген кезде олар міндетті түрде келіп әндерін айтады деген Қызмет жасайды, сияқты, қызмет жасайды. Сөйтіп жүріп олар үлкен ортамен танысады деген сияқты. Мгм. Үлкен жобаларға қатысты осы Қазақстанда тележобаларға. Сол кезде де мен өзімнің демеушілігімді көрсетіп барып, сөздерін сөйлеп, Мгм. демеуші екенімді көрсетіп деген сияқты. Сондай творчестволық көмек Мгм. көрсетемін. 30 жылды артқа жылжытатын болса, Мгм. нені өзгертер едіңіз өміріңізде? Мен ештеңе өзгертпес едім. Мен осы уақытқа дейін өнермен күресіп, осы сахнамен алысып, әйтеуір өзімнің бір кішігірім өнерімді дәлелдеуге Мгм. тырысып келатқаныма 20 жылдан аса уақыт өтіпті. Бала күнімнен енді былай айтқан кезде музыкалық мектептің алдынан бастап мен осы домбыраны қолға алып, одан кейін колледж оқыдым, одан Мгм. кейін консерватория оқыдым, одан кейін магистратура оқыдым. Оның бәрін санамағанда осы үлкен сахнада 2000-ші жылдардан бастап осы өз кішкентай өнерімді бір орнына қойып, халықтың алдында өнер көрсетуге талпынып жүргеніме де біраз уақыт болыпты. Мгм. Сол орталықта мен осы өнерден жиреніп, ой, мен бір жолым болмады деген адам емеспін. Менің өнерде Мгм. несібем өте көп болды. Мен бала кезімнен Ақтөбеде оқып жүрген кезде бет ашатынбыз. Сол кезде бүкіл общежитие күтіп отыратын. Ой, Мгм. Өмірқұл келеді қазір, сарқыталып келеді деп, жаңағы футлярымызды тамаққа толтырып, Иә. мына жаққа домбырамызды алып алып, ананы көрсетпей той иесіне жайлап алып Мгм. кетіп, сөйтіп жүретінбіз. Сол кезде бүкіл общежитие күтіп отыратын. Консерватория келген кезде де мен сол тойдан кенде болған жоқпын. Мен колледжде оқып жүрген кезде домбыра дастан деген Топ па? жаңағы фольклорлық ансамбльде Аха. мына ударниктен бастап ойнап, сол жерде мен штатта жұмыс жасағанбыз. Сол кезде айлық алып бастағанбыз. Консерватория келгеннен кейін 3-ші курстан бастап мен Сүйінбай атындағы филармонияға жұмысқа тұрдым. Қазірге дейін сол бір Мгм. жұмыс, бір келіншек деп баяғы Ауыстырған жоқсыз. бір бала деп айтатын едім. Қазір 3 балам бар, Құдайға шүкір. Мгм. Жалпы несібесіз болған жоқпын мен бала кезімнен. Енді бай болып кеттім деп айта алмаймын, бірақ Аллаға шүкір. Аллаға шүкір, қарнымыз тоқ, әйтеуір солай жүрдік. Сондықтан мен өнерде ешқашан бір несібем аз болды деп айта алмаймын. Бір әттеген-ай, ол мен нұртуғаннан кейін 21 жыл баласыз жүрген кезде осы бала мәселесінде мен өте қатты депрессияда болдым. Мгм. Енді азаннан кешке дейін жаңағы уайымдап жылап жатып алдым деп айта алмаймын, бірақ бір моменттерде есіме түскен кезде немесе біреулер балалы болып жатқан кездерде бір жүрегім қатты шаншып, қатты ауырып жүретін кездерім көп болды. Мгм. Әрине көп ойландым мен. Мүмкін басқа әйел алу керек шығар, Иә. мүмкін екінші әйел алу керек шығар, мүмкін былай істеу керек шығар, былай істеу керек шығар деген сияқты әртүрлі депрессия ойларда жүріп көп өмірім өтіп кетті. Мгм. Бірақ Аллаға шүкір, Алла шыдамдыға, Алла сабырлыға береді дегендей, мінекей 21 жылдан кейін бірінен соң бір ұл бір қызды болдым. Мгм. Аллаға шүкір, қазір ол жыртықтың да ыыы, орны бітеліп, керемет бір Айсони мен Айсұлтанның қасында бір қуанышпен өмір сүріп жүрміз. Сондықтан Мгм. ештеңкені өзгертемін деп айта алмаймын. Бәріне мен ризамын. Өнерде де, өмірде де ата-анамыз бар, бауырларымыздың барлығының үй күйі бар. Былай айтқан кезде ауылда ағайын өз несіменен, жан жақтағы ағайын бәрі Құдайға шүкір. Сондықтан былай қатты бір
проблема жасайтындай ештеңе жоқ. Бәрі шүкір Мгм. елмен бірге. Енді өмірқұл аға, жалпы жылқыны білесіз, Мгм. өзіңіз жылқы ұстайсыз деген сияқты, жылқының үстіне саумалға, қымызға көзқарасыңыз қалай? Жалпы мынау соңғы кезде мынандай өнімдер шығып жатыр, саумал капсула түрінде Мгм. құрғатылған. Сіздің көзқарасыңыз қандай? Енді Осылай заманауи. меніңше енді ыыы қалай барып саумал ішкенге не жетсін. Мгм. Бірақ егер де сол күшті бере алатындай несі болса, Мгм. заманауи де жаман емес деп ойлаймын. Енді бүгінгі бағдарламамыздың демеушісі осы Нео Саумал, BB Partners компаниясы өндіреді. Мгм. Құрғатылған капсула түрінде саумал 100% таза саумалдан дайындалады. Адал түрде халал таңбасы бар қазақстандық отандық өнім. Енді сіз де саумал ішіп жүріңіз. Рахмет. Осы бүгінгі бағдарлама атынан өзіңізге сыйлық Жақсы болды. қабыл алыңыз. Денсаулыққа шипасын берсін, пайдасын әкелсін. Өмірқұл аға, бүгінгі бағдарламаға байланысты ерекше комментарий жазған адамға алдағы болатын концертіңізге 2 билет сыйлай аласыз ба? Міндетті түрде, Алла қаласа. Аха. Олай болса, құрметті достар, бүгінгі бағдарламаға байланысты ерекше комментарий жазған біздің көрерменімізге Өмірқұл ағамыз алдағы болатын 30 мамырда Алматыда Республика сарайында өтетін концертке 2 билет тағайындап отыр. Қапы қалмаңыздар, мүмкіндікті өткізіп алмаңыздар, жазыңыздар, пікір білдіріңіздер. Және де бүгінгі бағдарламамыздың демеушісі Нео Саумал жайлы сұрақтарыңыз болса, төменде көрсетілген нөмерге хабарласыңыздар. Өмірқұл аға, мыңда бір рахмет сұхбатқа келісіп Сізге рахмет. келгеніңізге. Отбасыңызға тек қана жақсылық тілейміз. Алдағы концертіңіз үлкен абыроймен өтсін. Әумин. Біз де көрермен болып барамыз деген ойдамыз. Бұйырса. Құрметті достар, мыңда бір рахмет, келесі жолыққанша.